Ауыл өмірінде ертеден келе жатқан ежелгі дәстүрдің бірі арқан керу. Оның екі түрі бар. Құда келгенде немесе келін түскенде олардың алдынан арқан керіп, әйелдер кәдесін алады. Кәденің түп төркіні жаңа құдалар мен жас келіннің жолы ашық, әрі пәле жаладан, түрлі кедергілерден аман болсын деген таза көңіл, ақ ниеттен шыққан. Қазақта арқан аттама, арқан ұрлама, есіліп жатқан арқан астынан өтпе деген тыйымдар әдептілік пен тәлім тәрбиенің тәртіптік жолын білдіреді. Малда ауылдың мал қотанының сыртынан арқан керіп қоятын ырым болған. Халық ұғымында қыл арқанның киесі бар, оны ит құс аттап өте алмайды деп сенген. Сапарда далаға қонған адамдар да жатар жерін қыл арқанмен немесе шылбырмен қоршап жатса, қоршаудан жылан, шаян, бүйе, қарақұрт өтіп келмейді деген ұғым бар.